Әсіп дайындау үшін сиырдың жүрегі, ет, өкпе, бауыр, талақ, бүйрек, мінекей май. Бүйрек май және іш май. Барлығын ұсақтап турап, енді ет тартқыштан өткіземіз. Өкпемізді әсібіміз қара болмау үшін қайнатып аламыз. Осылай өкпені қайнатып салсаңыздар, әсіп қара болмайды. Енді өнімдерімізді жаңа дайындаған турап тартып аламыз. Өкпемізді енді сүріп аламыз. Суытып алып, ет тартқыштан өткіземіз осыны. Өкпені тартып аламыз, ет тартқыштан. Шуаны өткізіп аламыз. Сарымсақтарды ет тартқышта тартқызып аламын. Сәбізді де ет тартқыштан өткізіп аламыз. Күріш салам, зира салам, қара бұрыш салам, қызыл бұрыш, хлопьями деген бар, соны салам. Көп салмайсыз, бұны ащы болып кетуі мүмкін. Қалауымызды тұзымызды саламыз. Және суымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Неке, мынандай баклажкамыздың жоғары жағын кесіп аламыз. Енді мынандай жерін шығарып аламыз. Неке, мына жерін шығарды. Кальцосын мойнындағы баклажканың кальцоны кигізіп аламыз шекке. Баклажканың басын шекімізге кигіземіз. Үстіп басын орналастырып аламыз, түспеу үшін. Неке, мынандай жіпті байлап аламыз да, бір шетін осылай байлап аламыз жіппен. Шетін байлап алдық. Бауыры, өкпесі, бүйрегі, еті, майы 5 килограмм болды. Соған 3 литр су құйдым. Бұрышы, қызыл бұрышы, зирасы ол әркімнің өзінің үйінің, отбасының талғамына қарай қосылады. Енді осылай құямыз, саламыз. Өзі зырғып, жеңіл өтеді шекке, көріп тұрғандарыңыздай.
Енді бір шетін осылай байлап тастаймыз. Енді шетін үстіп алып тастаймыз. Мынаны кішкейлеп, кішкентай қылып байлаймыз. Бұны мен мантабаркіге пісіріп аламын. Мен әсібімді осы мантабаркіге пісіріп аламын. 40 минут пісіріп алатын боламын. Буланып ысығаннан кейін үстіп инемен тесіп тастаймыз. Тесіп артық ауасын шығарып аламыз. Мінекей, әсібіміз дайын. Мінекей. Ортасы барлығы піскен. Ешқандай шашырамаған. Осындай болып піседі. Нежный болып тұрады. Дәмі керемет. Бұндай көлемде әсіп шықты. Енді бұны өзіміз қалағанымызша моншақ әсіп жасап алуымызға болады, немесе осылай суға пісіріп, кәдімгі қарапайым әсіпті жасауға да болады. Суын құямыз. Қақпағын жабамыз. Енді суын қайнағанша күтеміз. Қайнайын деп жатыр. Бетінің қанды көбін алып тастаймыз. Көмегімен, зубочистканың көмегімен тесеміз. Енді бетін жауып, тоқтырып, 40 минут пісіруге қоямыз. Табаға ішмайды салып, ертіп алам. Енді кешеге пісірген әсібімді салып, қуырып аламын. Майға салып. Бетіне аздап тұз салып. Мінекей осылай қып-қызыл қылып қуырып аламыз, қызартып. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Тіліп көрсетем. Әсібіміз өте әдемі болып тілінеді. Ешқандай шашырамайды.
Дүкеннің шұжығы сияқты. Тым шашырамайды. Міне. Өте керемет. Дәмі де көрсетейін.